Ассалаумағалейкум. 30 минутта дайын болатын торт дайындаймыз. Ең алдымен балымыздың үстіне ас содасын салып, жақсылап араластырып, осылай қайнатамыз орташа отта. Енді үстіне сарымайымыз саламыз. Тағы да жақсылап сарымайымыз ерігенше қайнатып араластырамыз. Енді жұмыртқамызға бөлек ыдысқа секерімізді салып, миксермен жақсылап араластырып, үстіне жаңағы қоспамызды салып, мёдпен оны да араластырып, ұн салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қамыры дайын болды. Дайын қамырды пергамент қағазына протеинге құйып, 2 бөлікке, протеиніңіз кішкентай болса, 3 бөлікке бөлуге болады. Осылай пісіріп аламыз 180 градуста. Енді піскеннен кейін суытамыз, кесеміз. Енді кремін дайындаймыз. Сливкимен творожный сырды, сахарный пудраны араластырып, үстіне қаймағымыз салып араластырып, тағы да қоюланғанша осылай кремін дайындаймыз. Енді тортымызды жинаймыз. Тортымыздың ортасына кремімізді жаға отырып жинап, жан-жағына жаңағы кесіндіден қалған үгітіндіні үгітіп, жақсылап блендермен немесе оқтаумен езіп үгітіп аламыз. Тортымыз дайын болғаннан кейін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа кремі сіңгенше қоямыз. Ас болсын.